Қымбатты көрермен, біз қазір Әуезов ауданының прокуратурасына келдік. Яғни бұл Әуезов ауданының полиция басқармасында жәбірленушілердің арызы бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Әрі қарай жәбірленушілердің айтуы бойынша тергеу амалдары жүрмеген, сондықтан созбалаңға салынып жатқандықтан осы ауданның прокуратурасына келіп отырмыз. Қазір енді адвокаттармен бірге келдім. Адвокаттардың өзінен бұл істің мән-жайын сұрап көреміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Сонымен Тілеужан аға, енді қандай қылмыстық іс қозғалған бұл ауданда, тергеу амалдары қалай жүріп жатыр, немесе жүрмей жатыр, соны өзіңіз бір-екі ауыз айтса кетсеңіз. Біз Әуезов ауданының прокуратурасына келіп қалдық. Енді келген себебіміз мына Әуезов ауданында бірнеше жәбірленушілердің арызы бойынша қозғалған қылмыстық істер бар. Өкінішке орай тергеу амалдары созбалаңға салынып, қайта-қайта қылмыстық істеріміз жабылып қалып жатқан істер де бар. Созбалаңға салынып жатқан істеріміз бар. Осы бойынша бірнеше рет осы тергеудің бастықтарына, полиция басқармасының басшыларына да айтқанбыз. Бірақ өкінішке орай біздің өтініш хаттарымыз жауапсыз қалып жатыр. Соған байланысты қазір осы қылмыстық істеріміз бойынша ауданның прокуроры біле ме, білмейміз. Сондықтан прокурордың өзіне осы мәселені көтеруге келіп отырмыз. Білмесе осы мәселені назарына саламыз. Әрі қарай сол кісінің қадағалауына алса дейміз. Аяғына дейін жетіп бір процессуальный шешім қабылданса деген ниетпен қазір ауданның прокурорына келіп отырмыз. Енді прокурор өзі, егер өзінде болса, қабылдауына кіреміз. Әрі қарай не болғанын алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз каналдарыңмен. Қазір ендеше ауданның прокуратурасына кіріп көрейік. Ендеше кеттік. Саламатсыздар ма? Маған прокурор берді ауданның. Дежурный прокурор. Дежурный емес, маған прокурордың өзі керек. Бірнеше істеріміз бойынша Әуезов ауданының полиция басқармасының қаралмай жатқан істеріміз бойынша келіп тұр едік қабылдауына. Адвокаттар келіп тұр деп айтыңызшы, телеканалмен бірге. Фамилия ваша? Кішкенебаев. Кішкенебаев Тілеужан Жұмабекұлы. Ассалаумағалейкум. Біз айтқанымыз тергеу бөлім бастығы. Бөлім бастығының болсы ба? Халық прокуратурасы. Ауданның прокуроры керек. Әуезовтың батмашты. Теміратов па, Сәкен Машевич. Халық прокуратураға кетеміз. Қалалық прокуратура. Не болып жатыр ол жақта? Бірдеңе болып жатыр ма? Қандай сұрақ қойды? Біз Әуезовке робода істеріміз болған. Бірнеше істеріміз. Сол болған қазымыз таныстырсаңыз. Бір болған. Сіз оны өзіңіз жүріңіз, кабинетке кіріңіз. Кабинетке кіргесін, бізде қараңғы кабинеттен. Бізде светтен кішкене проблема болады. Ремонт жүріп. Прокурор қашан келеді? Біз енді бұл жерге бұған дейін келгенбіз, бұл жерде дежурныйда қабылдады, заң прокурорды қабылдады, ешқайда түкте шешіп жатқан жоқ. Құрай шейін уәде беріп біз шығарып салады. Сондықтан біз ауданның прокуроры өзіне келіп тұрғанбыз. Өзіне жолайық деп. Сондықтан қашан келеді ол кісі? Ертең сұраны болу екен. Өйткені осылай келсе әйтеуір қала шақырмай береді оны. Қаладан басқа жұмыс жоқ па ол прокурор? жауап берейінші. Аудан прокуроры халық прокуратураға кетті жиналысқа. Ертең сағат 9-дан 6:30-ға дейін жұмыста кісі келсеңіз болады. Қанша қаланың прокурорында не жиналыс бар? Мен қазір бәрі аудан прокурорлары алып кетті, бәрі өздерінің кабинеттерінде отыр прокурорлар. Яғни болса Әуезовті ғана шақырып алған ба? Іспен баяндауға кетті ма, енді ол маған айтпайды. Өйткені мен күмәнданып тұрған бірнеше рет келдім осы жерге. Орынбасар қабылдайды, то дежурный қабылдайды. Постоянно айтады, сөз осы қаланың прокуратурасына кетті дейді. Неге ол сол сылтауды неге айта береді? Мен сізге көмектесе аламын ба? Сіздің мен көмектесетінін білмеймін енді. Сіздің орынбасарлардан көмектесе алмаған. Өйткені осыны қадағалап аламыз, аяғын жетеміз дегенде уже одан бері тағы 5-6 ай өтіп кетті. Қандай айтсаңыз болады ма? Жазылайын. Істерін мұнда айтайық, істерін жазып алыңыз. Осы бойынша біз ненің қандай алаяқтық фактісі бойынша ма? Иә. Сіз жазып алыңыз, күте алмай-ақ бітпей ақ қойыңыз. Жүре бересіздер ма? Иә, жүре берейік. Құдай енді жәбірленушілер жауап. Олардың бізге жіберген жаңағы ілеспе хаты бар ма? Жауап беріп отыр. Істі бізге жіберді дегенше, ілеспе хаты бар ма? Артында бар тағы. Іс әрекетінде бір шағым келген. Ол басқа іс па? Ол басқа іс. Бізде бірнеше іс бар. Бөлім бастығы болсаңыз, кішкене бір-екі ауыз сұрағымыз бар еді сізге. Айтыңыз. Қолыңызда қазір қанша іс бар жалпы? Қанша істі жазып алдыңыз? Ол қай күні жауап болады? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді кезекші бөлім прокуроры. Бөлім прокурорымын, Әуезов ауданының бөлім прокурорымын. Осы қорғаушылар келіп тұр. Берген мысалы істерді жазып алдым міне. Қанша іс бар мысалы? 1, 2, 3, 4. 4 іс жазып алдым. Қылмыстық іс біреуі, әкімшілік іс. Арыз қалдырған жоқ. Бәрін ауызша айтты. Мен ертең осыны істерді қарап, ауызша жауап беремін бұл кісілерге сұрақтарына.
Рахмет сізге. Жазбаша ештеңе қалдырған жоқ. Енді біз жазбаша жауап бере алмаймын ол кісілерге. Ауызша айтты, ауызша жауап беремін. Адвокаттар сіздер келісесіздер ғой? Прокурордың қабылдауына келгенбіз негізі. Прокурор өз жоқ екен. Енді бұл кісі алдын ала мүмкін ақпарат алғысы келіп жатқан шығар деп біз сол үшін ғана біз номерді беріп отырмыз. Өйткені ертең прокурордың алдына келгенде прокурор ұштап алдын ала біліп отырсын мына істерімізді, не туралы іспен келетінімізді алдағы уақытта. Сондықтан соған бұла біз ақпарат алу үшін ғана біз беріп отырмыз. Бірақ енді өзі уәде беріп отыр, бүгін ертең бір-екі күнде бұл мәселенің бойынша біз хабарласамыз, не болып жатқанын айтамын деп отыр. Жақсы, енді көрейік, сенейік. Өйткені бұл прокуратура келіп біз шаршағанбыз. Сол үшін прокурордың өзінен бір көрейік, болмаса қаланың прокурорына барайық, болмаса бас прокурорға барамыз деп келгенбіз. Бүгін тағы да сол Сандалбай болып келіп тұрмыз ғой. Енді бұл кісі уәде беріп отыр. Бұл кісі уәдесі тұра ма, тұрмай ма, енді оны тағы көреміз. Бұған дейін прокурорлар да уәде берген. Қатырамын, 2 күн ішінде шаруамды бітіремін деген, одан бері неше ай өтіп кетті. Сондықтан алдағы уақытта көреміз тағы да. Көрдіңіздер ғой, қымбатты көрермен, міне астынан түскен бөлім прокурорның жауабы осы. Енді ол кісінің әлгі өзі айтқандай ауызша жауабын күтеміз. Рахат Қосай, Мадияр Ермек, Саңлаев арнасы.